Ей қарабеттер, бір қараңдар. Кеше бір айға азық-түлікке 50 мың жетеді. Қазақ халқы кредит алып жатса, айлық доходы жақсы болғаннан кредит алады дейтін қарабет министрлер мен депутаттар, бір қараңдар. Әлеуметтік жағдайдың теңсіздігінің кесірінен, елімізде жұмыстың жоқтығының кесірінен жылына 184 мың жасын қаңғып жатыр. Шетелге кетіп, демографияға, елдің болашағына үлес қосатын жастарың шетелге қаңғып жатыр. Ол аздай, міне ендігі кезекте зейнеткерлік жасқа шыққан қазақ аналарымыз бен қазақ ағаларымыз шетелге келіп гастарбайтер болып жұмыс жасап жатыр. Тоқтатыңдар, ертең 1 шілдеден бастап тағы да азық-түлік қымбаттайды деп зарлап отырсыңдар. Түрмедегі қылмыскерге қаражат жетпей жатыр, қарнын тойдыра алмай жатырмыз деп халықты қанауды тоқтатыңдар. Қолдарыңнан келмей ма, орындарыңды босатыңдар. Өңшең қарабеттер, бүкіл әлемге қарабет болдыңдар. Ішкі саясаттарыңды да, сыртқы саясаттарыңды да реттей алмай. Тоқтатыңдар. Мен қарсымын елдегі қымбатшылыққа. Халықты қанай беріп бір күні қан төгіске жетесіңдер. Алматы облысының әкімдері халықты басынайын деген екесіне, қарапайым халықты. Мына кісі өзі 3-ші рет жылап кетіп тұр. Кіміңе бар деп айтады дейді, құдайыңа бар деп. Не мына Тоқаев президент сыйламайсыңдар ма не? Зачем мына әкім, ана Алматы облысының әкімін тексеріңіздер давай срочно. Болмаса басқаша сөйлесеміз. Қырып салу керек па, сіздерді не істеу керек сонда сіздерге? Не жылаған ананың көз жасын көрмейсіздер? Мына бардың ба, не деп тұр сонда олар саған? Бардым, үйге очередке тұр дейді, мен тұра алмайтын. Кіміңе бар деп тұрмайсың, мазақ қылып тұрмайсың? Қайда барсам да бар, біз үй бере алмаймыз дейді. Жылаған ана көп па сояқта? 9 ай болып мен барып жүргенмін уже. Неге масқара мынау? Не қылған үкімет бітпейтін? Қаншама Қазақстанның байлығын алғансыздар ғой. Орындарыңызды босатыңыздар ше, қолдарыңызда кемсіз. Тоқаев бастаған үкімет уже халықты дастала, керек емес заңды шығарасыңдар. Беріп жатыр деп телевизорды жарып жібере жазайсыздар. Бірақ міне халықтың қолына жетіп жатқан жоқ ештеңе. Керек емес ештеңелеріңізді. Лучше орындарыңызды босатыңыздар, қолдарына дымда да келмейді. Бәрі өтірік сіздердікінің бәрі. Көз боя. Үкіметтің адамдары Каспий Голдтың переводын тексерген деген қарағанда ол қарапайым адамдар ғой мысалы. Сізге ескертеміз. Неге сондай бастарыңызда ми жоқ па әлде? Белгілі бетпеке ғой, мысалы неге үлкен торговый домдарды тексермейсіңдер? Ол байларға бұл шығын, сендердің декларацияларың байларға ешқандай әсер етпейді. Өйткені олардың налогтары бір күнгі табысымен қағып тастайды, олар саған төлеп. Қарапайым халық ол үстінен көре ма оның? Қаншама кредиттері бар. Сондай берекетсіздер. Оның қасында Назарбаевтың кезінде тонаса тонайбыз, бәрібір де халықтың қолына тиіп жатқан жоқ, ол ақша біздікілердікі. Сонда бұл кісі мораторий берді, білесіздер ме? Содан Қазақстан дамып кетті ғой. Бүкіл налог бәрінен алып тастады ғой. Ешектің көтенін жусаңда ақша тап, 2 сиыр алды сүтін сап деп, бұл шалдың басы деп тұр. Халыққа жақты бұл негізі. Мыналардікі не сұмдық? Қарапайым халықты сендер тонап болдыңдар ғой. Сосын мына үкімет штраф салғыш үкімет сіздерге бір сұрақ. Мына біздің интернет желісі неге дұрыс жұмыс жасамайды? Оларға заң жоқ па сонда? Бізде ай сайын бәленбай миллиондап ақша алып салғызып отырсыңдар мысалы. Неге интернет дұрыс жауап бермейді? Ақшаны алдыңыздар ма? Қызметтерің соған сай сапалы болу керек. Қай-қайсында онып тұрған жоқ, интернет желісін төлеп отырып қой мысалы. Қай телефон мысалы, мен активпен жүрмін. 5G да қосылып қойды, 4G да қосылып, ешқандай жұмыс жасамайды интернеттер. 10 сағат айналып тұрады, ырбиып жырбиып. Ақшаны алуды білесіңдер, ай сайын 8 мың, 10 мың, ол үшін жетпей қалады бізге. Біз бәтше 40-50 мыңға интернет аламыз сіздерге. Не қылған бәлем мынау? Керек емес жерге осы қарапайым халықты қылғындырып шолып алғанда жақсыңдар. Осындайларға заң жоқ па біздің үкіметте? Неге мынау халықтан жауап бермейсіңдер сендер, депутаттар неге айтты? Тағы бір үкіметке сосын өтініш, мына отырған депутаттар неге мәселені қозғамайсыңдар осындай? Мына түрме толды. Между прочим, түрмеде отырған жемқор деп қамап тоғыттыңдар ғой біраз адамды. Олардың да обалы жоқ енді. Бірақ енді көбісі айран ішіп, жаңағы шелек жалағандар ғой былай қарасаң. Енді былай жақсы жаптың, осыларға да амнистия беріңше, түрме толды ғой осыларға. Енді олар ештеңеге жарамайды олар уже. Атқа теріс қаратып мінгіз, ешқайда бұларды енді жұмысқа алмайды қосылушы. Шықсын құрсын түрмеде сүйегі шірімейді шығар. Президент Тоқаев президентке өтініш
Мен ешкім жоқ, бірақ халықпен жұмыс жасаймыз ғой. Тағы да бір эмиссия беріңіз енді осы кісілерге де. Қаншама адам отыр, обал ғой енді. Өзіміздің қазақ қой, бірақ қалай тонаса да жарасады, бірақ бұларға. Қазақтың байлығы ғой, соны ренжітпей, тонамай-ақ беруге болады дейді сол. Өзінің әке шешесі, ата бабасының мұрасына қалдырғанды байықысы келген шығар, байдың балалары ғой бұлар негізі. Енді адамның артынан қалмай аңдып мазасын алатындар сотталады. Иә, әсіресе қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынаста жігіттер қыздардың соңынан аңдып фотоға түсіріп алып, өзіне жіберіп сөйтетін сәттер болады ғой. Немесе отбасылық жағдайына ажырасқандар, кейбір ер азаматтар әйелдерінің соңынан қалмайды, әлеуметтік желілерге жазады, қоңырау шалады, аңдиды, ізін кеседі. Міне осының барлығына енді қылмыстық жауапкершілік болады. Бұл халықаралық терминде сталкинг деп аталады. Сталкинг, былайша айтқан кезде, жоғарыда айтқандай адамның мазасын алу, әлеуметтік желілерге жазу, аңду, жалпы жәбірленушіге бұл жерде қысым көрсетілмес, бірақ психологиялық қысым болады. Ауыр жарақат келтірмес, бірақ адамның бүкіл жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Сондықтан қазір осындай заң қабылдану үстінде мен қолдаймын. Ал сіздер не айтасыздар? 2024 жылы ауылдық жерлерден 6700 адам көшіп кеткен. Жалпы мұндай көшу қарқыны әсіресе солтүстік аймақтарда, шығыс аймақтарда байқалады. Мұның себебі неде деп ойлайсыз? Тек қана мектеп пен аурухананың болмаса инфрақұрылымның жоқтығы ғана жастардың, ауыл азаматтарының елді мекендерге тұрақтамауына себеп болып тұр ма, әлде басқалай бір себебі бар ма? Мұның шешу тәсілдері қандай? Құрметті достар, менің оқырмандарым, төменге пікірлерін жаза кетіңіздер. Жалпы бір жылдың ішінде 6,5 мың адамның ауылдық жерлерден көшіп кетуі, шын айтқан кезде, ойлантатын мәселе. Не айтасыздар? Елде жыл басынан бері 731 адам жол көлік оқиғасынан қайтыс болған. Жалпы камераны қойма дейді, бірақ қойған сайын одан да бетер ушығып баратыр. Бұған не себеп? 2025 жылдан бері айналдырған 5-6 айдың ішінде 14.500-ден астам жол көлік оқиғасы болған. 14.500. Оның 731 жағдайы жоғарыда айтқандай кісі өліммен аяқталған. Енді қазір қандай шара қолдану керек деп ойлайсыздар? Я камераны қойма дейді, штраф дейді, ойбай айыппұл дейді, бірақ қазір осы жол көлік оқиғасынан қайтыс болған адамға барып айтып көріңізші сіз, камераны көбейтіп жатыр деп. Олар шын айтқан кезде қабылдамайды, керісінше көбейту керек дейді. Өйткені отбасынан, үйіндегі адамнан айырылып отыр осы, қатты айдағаннан көлікті. Ал біреулер айыппұл көп, камера көп дейді. Не айтасыздар?